Әдебиеттік оқу сабағына қош келдің. Бүгінгі сабақта әлем әдебиетінің жауһарларымен таныс боламыз. Сабағымыздың тақырыбы Жюль Верннің Дик Сэнд 15 жасар капитан романынан үзінді оқитын боламыз. Бүгінгі сабақта сенің білетінің, шығарманың тақырыбы мен мазмұны, сенің меңгеретінің, сюжеттің дамуын шығарма тақырыбы мен қорытынды бөлім негізінде болжау, эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру. Автормен таныс болайық. Жюль Верн Францияның Нант қаласында туған. Оның шығармалары көптеген әлем халықтары тіліне, оның ішінде қазақ тіліне де аударылды. Әуе шарында өткен 5 апта, Капитан Гранттың балалары, Сырлы арал, 15 жасар капитан шығармаларының авторы. Шығарма саған ұнады деген ойдамын. Ендеше тапсырмалармен жұмыс жасайық. Диктің қандай мақсатты көздегенін болжап көр. Ол балықшы болуды армандады, ол теңізші болуды армандады, немесе ол құрылысшы болуды армандады. Әрине, Дик теңізші болуды армандады. Жарайсың. Эпизодты тағы да бір оқиық. Балалық дәуірінде келешегін ойлайтын бала сирек кездеседі ғой. Ал Дик Сэнд алдағы өмірінен өз үлесін аңғара біліп, ат болар құлын талпынып туар деп, өзіне өзі серт берді. Ол шапшаң да икемді, қайратты да тапқыр. Ол 4 жасынан ақ оқи білді. 8-ге келгенде оңтүстік елдерге қатынап жүрген бір кемеге юнга болып орналасты. Бала кезінен ақ бар ықыласы теңізге ауған еді. Осы үзіндіге сай Диктің ерекшелігі неде? Анықтап көр. Келешегін балалық кезден ойлауы. Ешкімге ұқсамайтын сырт келбетінде, немесе келешегін есейген кезден ойлауы. Дұрыс жауапты анықта. Әрине, эпизодқа келешегін балалық кезден ойлауы деген тұжырым сай келеді. Жарайсың. Келесі эпизодқа назар аудар. Мұқият тыңда. Дик Сэнд кемеде жүріп, теңізшілік өнерін үйренді. Талантты баланы кеме офицерлері ұнатты. Оның теңіз өнерін үйренуіне басшылық етті. Еңбек өмір заңы екенін кімде-кім бала кезінен аңғарса, кімде-кім нанның маңдай термен табылатынын жастайынан ұқса, соның қолынан ерлік те келеді. Автор еңбек туралы қандай тұжырым жасайды? Анықта. Еңбектің маңдай термен келетінін кеш түсінген бала батыр да алғыр мінезді болмақ. Немесе жастайынан еңбек етіп өскен бала батыр да алғыр мінезді болмақ. Дұрыс жауапты анықта. Әрине, жастайынан еңбек етіп өскен бала батыр да алғыр мінезді болмақ. Жарайсың. Келесі тапсырманы орындау үшін эпизодты мұқият оқиық. Дик істеп жүрген кемені басқаратын капитан Гуль қабілетті балаға ерекше назар аударды. Батыл бала жігерлі теңізшіге аса ұнады. Ол Сан-Францискоға қайтқан соң баланың жайын кеме қожасына баяндады. Джеймс Уэлдон юнганы оқуға беріп, оның мектеп бітіріп шығуына жәрдем етті.
Капитан неліктен баланың жайын қожасына баяндады? Жауап нұсқалары. Себебі капитанға баланың момындығы, сабырлығы аса ұнады. Себебі капитанға баланың қабілеті, батылдығы аса ұнады. Және үшінші нұсқа. Себебі капитанға баланың ұяңдығы, жуастығы аса ұнады. Осы тапсырманың дұрыс жауабы. Себебі капитанға баланың қабілеті, батылдығы аса ұнады. Осыменен қызықты шығармамызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сюжеттің дамуын шығарма тақырыбы мен қорытынды бөлім негізінде болжадың. Эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдап, салыстырдың. Әдебиеттік оқу сабағы осымен аяқталды.